Денсаулық сақтау саласындағы жүйелі атқарылған жұмыстар нәтижесінде облыс халқының өмір сүру ұзақтығы 5 жылда 3,2 жасқа өсіп, 72-де 2 жасты құрады. Сонымен қатар ауруларды ерте анықтау және емдеу барысында халықаралық стандарттарға сәйкес заманауи әдістерді кеңінен қолдану арқылы сәби өлімі 15-те 6, туберкулез дертінен 5-те 8%, онкологиялық аурудан 5-те 4%, қан айналым жүйесі ауруларынан болатын өлім жітімдер 2-де 3%-ға төмендеді. Кардиохирургиялық оталар 10%, оның ішінде ашық жүрекке жасалған оталар 15-те 5%, нейрохирургиялық оталар 35%, буындарды, жамбас және тізе эндопротездеу 2 есеге артты. Сонымен қоса пациенттерге жасалынған коронография саны 15, тамырларды стенттеу 18%-ға өскен. Офтальмохирургиялық орталық ашылғалы бері 2000-нан астам науқасқа ота жасалды. Соңғы 5 жылда 57 денсаулық нысаны пайдалануға берілді. Оның ішінде 49 немесе 84-те 5% апаттық жағдайдағы нысандар орнына салынды. 2017 жылы 12 нысан пайдалануға берілді. Атап айтқанда Қазалы аудандық орталық ауруханасы және 11 медициналық бекет жаңадан бой көтерді. Алғашқы рет денсаулық сақтау саласында 2017 жылы мемлекеттік жекеменшік әріптестік шеңберінде жаңа үлгідегі қалалық емхана ашылды. 2018 жылы денсаулық саласында 34 нысан жаңадан іске қосылу жоспарлануда. Бұл 15 медициналық және фельдшерлік бекеттер, 18 дәрігерлік амбулатория және Арал, Шиелі, Жалағаш аудандық орталық ауруханалар құрылысы жалғасын табатын болады. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында нөмірі 4-ші қалалық емханасы ғимаратының құрылысы басталады. Медициналық ұйымдардың материалдық техникалық жабдықталуы 32-де 2-ден 77%-ға дейін өсті. Медициналық ұйымдарға жылжымалы флюороқондырғылар және санитарлық автокөліктер табысталды.